Барлықтарыңызға сәлем. Наурыз мерекесі құтты болсын, ұлыс оң болсын. Бүгін сіздерге дәмі өте ерекше болып шығатын наурыз көжені жасап көрсетпекшімін. Ең бірінші құрғақ таза ыдысымыздың үстіне салқын суымызды құйып аламыз. Суымызды құйып болған соң қысымен сүрленіп шыққан еттерімізді біртіндеп салып, бір қайнатып көбігін алып аламыз. Қайнау барысында сіздерге қосылатын 7 түрі дәмді көрсетейін. Маш, қарақұмық, жүгері, қызыл ловия, ақ ловия және де перловка. Осы дәндерді қосамын. Ең бірінші пісуі ұзақ жүгерімді жақсылап тазалап жуып, қайнатып аламын. Жүгеріні қайнатуға қойғанға дейін қазаным қайнап қалды. Көбіктерін біртіндеп осылай видеодағыдай тазалап алдым. Тазалап болған соң осы сорпаның үстіне перловканы жақсылап тазалап жуып, бірге қайнатуды бастадым. Өйткені перловканың ешқандай түсі шықпайды. Оның пісуі осы еттің уақытымен бірдей, сондықтан бірге қайнаттым. Мына жақта кастрөлде қайнап жатқан жүгеріні кішкене жарлайын дегенде астын өшіріп, қапағын жауып, біраз демдеп қойдым. Біраз демденгеннен соң сорпаның үстінен жүгерін салып, бірге қайнаттым. Жүгеріден соң қайнатылған ақ ловияны да салып қайнаттым. Қызыл ловияны да осылай бөлек қайнатып алдым, өйткені оның түсі шығады, және де машты да осылай бөлек қайнаттым. Оның да жасыл түсі шығады, сондықтан бөлек-бөлек қайнатып алдым. Кішкене пісуге таяғанда суынан ажыратып, тазалап тағы да жуып, қазанға құйып, бірге қайнаттым. Барлығы пісуіне таяғанда күрішпен қарақұмықты салып, тағы да бірге қайнаттым. Енді сорпаның кеспесін дайындаймын. Кеспесін осылай аздап оның үстіне бір жұмыртқа және 2 ас қасық су, шым-шым тұз салып, жұмсақтау кішкентай суала қамыр илеп алдым. Бес минут бойы тынған қамырды дәл осы видеодағыдай жұп-жұқа етіп жайып алдым. Жайылған қамырдың ортасына ұнды жағып, жақсылап орап, дәл осы видеодағыдай ұсақтап турап алдым. Міне кеспелерді турап болдым. Дәл осы бір-біріне жабыспай әдемі болып шығады. Енді қайнап тұрған сорпаның ішінен дайын болған қазыны осылай алып аламын.
Сосын оның үстіне кеспелерімді салып, жақсылап кеспе піскенше қайнатып аламын. Бір бұрқ етіп қайнаса, дайын болады. Осы кеспесі піскеннен соң кеселерге құйған кезде айранмен араластырып құйсаңыздар